Сәлем достар, егер сіздер дәл осындай WhatsApp'та қаласаңыздар, видеоны ақырына дейін қарап, түсінбеген жерлеріңізді сұрақ ретінде қойыңыздар. Мен сіздерге бұл WhatsApp'та қалай орнату керек екенін айтып өтетін боламын достар. Ол программаны тарту үшін бізге керек бірінші Play.me-ден кіреміз, және бұл жерге Vabox деп жазамыз. Және мінекей бірінші болып шықты. Осыны установить етіп аламыз өзіміздің телефонымызға. Мен бұны скачать етіп қойғам, сол үшін открыть деген кнопканы басамыз. Енді бұның настройкасын дұрыстайтын боламыз достар. Әуелі настройкасын дұрыстаймыз, және қосылғаннан кейін біздің WhatsApp-ымыз жаңағындай фонға енетін болады достар. Мінекей ашылды. Енді үстіндегі тұрған кнопканы емес, оның астындағысы, яғни бізге тегін керек. Осыны басамыз. Бұл программа бізде бір емес, бірнеше қызмет жұмыс атқарады. Яғни удалить болған сообщенияларды қарау, статусты сохранить ету, WhatsApp веб, яғни біреудің WhatsApp-ын өзіңізге көшіріп алу, фейк чаттар, тағы басқа да қызметтерді атқарады. Бізге керек тек фонды орнату үшін ғана мен сіздерге көрсететін боламын, қалай істеу керек екенін, яғни ол үшін камераға кіреміз, камераны сурет тұрған бетке разрешение береміз, және мына жерде тұрған птичканы қосамыз бірінші. Бұл птичканы қосқан екен біздің настройкаға өткізді. Скачание приложения, және мына жерде тұрған Vabox. Осы программаны қосамыз. Қосу. Бұл ешқандай да қауіпті программа емес, бұл қауіпсіз, ешқандай да сіздің WhatsApp-ыңызды взлом етіп, тағы басқа да жағдайлар жасамайды бұл программа. Согласны береміз және OK кнопкасын басамыз. Жазат басып артқа шығамыз және открыть WhatsApp дегенді басамыз. Бұны басқаннан кейін біз тағы настройкаға лақтырады. Яғни осы программаны біздің телефонымызда жұмыс істеуіне рұқсат береміз. Ол жерден де Vabox деген программаны тауып аламыз. Мінекей Vabox программасын таптық. Бұл жерден де птичканы қосамыз. Қосылды. Енді назад басып шығамыз және бізді тікелей WhatsApp-қа тастайтын болады. Яғни мінекей задний фонд. Бізді арқадағы фондта көрсетіп жатыр достар. Қараған болсаңыздар. Және бұл жерге кіріп сіздер жазуларыңыз мүмкін. Қарағандарыңыздай барлық нәрсе жұмыс істеп жатыр. Мен төбедегі форточкалар да барлығы түгел жұмыс жасайды. Сіз әрі телефонмен жұмыс жасайсыз, әрі арқадағы задний фонды көретін боласыз достар. Әлбетте мен қазір бұның бәрін өшіріп тастап, қайтадан тағы кіріп көрсетемін. Мінекей шықтым, түгел шықтым. Яғни жаңағындай фон өшті. Мінекей өшірдім. Міне қарасаңыздар, менде ешқандай нәрсе қалмады приложениеде. Енді WhatsApp-қа кіремін. Мінекей қайтадан қосылды достар. Біздің фонымыз қайтадан қосылды. Көріп тұрғандарыңыздай. Задний фон істеп тұр достар. Әлбетте сіздерге ұнаған болса лайк, подписаться басуды ұмытпаңыздар достар. Тағы да не туралы білгілеріңіз келеді комментарийға жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде сол туралы видео алатын боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.